үнемі микробтар болады екен. Соны сендер білесіңдер ма? Иә. Балалар, микробтар болмау үшін біз үнемі қолымызды жуып жүруіміз керек. Балалар, біз қай кезде қолымызды жуамыз? Далада келгенде қолымызды жуамыз дәретханада. Қолымызды біз дәретханаға барған кезде, даладан келген кезде жуамыз, иә балалар? Балалар, біз үнемі қолымызды жуып жүруіміз керек. Біздің әйтпесе біздің ағзамызға микробтар түсіп, біз ауырып қалуымыз мүмкін. Біз үнемі ұмытпай қолымызды сабынмен жуып жүруіміз керек. Иә балалар? Балалар, қазір біз күшті зерттеу жасаймыз. Зерттеу жасау үшін бізге тостақанда су керек. Балалар, не көріп тұрсыңдар? Алақан. Ал енді осы алақанына тостақанда суға батырамыз. Бұның ішінде қандай микроб бар екенін көретін боламыз. Батырамыз суға. Салыңдар суға. Ой, қараңдаршы балалар, қаншама микробтар бар екен, иә, біздің алақанымызда? Иә. Көрдіңдер ме сендер микробтарды? Иә. Сол үшін біз үнемі қолымызды жуып жүруіміз керек. Қазір келесі біздің жұмысымыз. Тостақандағы суға қазір біз микробтар жібереміз. Микробтар жібереміз. Көрдіңдер ме микробтарды? Иә. Ал енді мына ыдыста сұйық сабынмен қазір саусақтарын батырамыз, саусағымызды батырамыз сұйық сабынға. Саусағымызды батырамыз. Қазір енді сабынмен біз жуғанда қолымызды қалай микробтар бізден қашады екен? Соны көретін боламыз ка? Қолымызды батырайықшы. Көрдіңдер ма микробтар бізден қашам екен? Көрдіңдер ма? Микробтар қашып жатыр ма бізден? Иә, балалар, біз үнемі қолымызды сабынмен жусақ, микробтар бізден қашады екен. Микробтар бізден қашты ма? Ал енді балалар, болғаннан кейін жақсылап майлықпен қолымызды сүртеміз. Жақсылап сүртіп алыңдар. Балалар, біздің енді келесі зерттеу жұмысымыз алақандағы микробтар. Алақандағы микробтарды кетіру үшін біз немен жуамыз қолымызды? Сабынмен. Біз сабынмен жуамыз қолымызды. Сабынды суға батырамыз. Сығамыз. Енді микробтарды жуамыз біз. Қолымыздағы микробтарды жуамыз. Балалар, микробтарды біз нені көмегімен жуып тастадық? Сабынмен. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, біздің қолымызда микробтар бар ма екен? Иә. Микробтар бар екен. Біз сабынмен қолымызды жуып, микробтарды кетірдік. Ал енді біздің таза алақанымызға қараңдаршы. Біздің қолымыз қалай болды? Микроб бар ма енді? Жоқ. Біздің қолымызда микробтар жоқ екен енді. Иә? Иә. Біздің қолымыз тап-таза болды ма? Иә. Біздің алақандарымыз, қолдарымыз тап-таза болды, иә? Иә. Ондай болса, балалар, бүгін біз нені түсіндік? Үнемі біз қолымызды сабынмен жуып жүруді үйрендік, иә? Иә. Біз әйтпесе ағзамызға микробтар түсіп, ауырып қалуымыз мүмкін, иә балалар? Иә. Біз енді немен жуып жүруді үйрендік? Үнемі немен жуамыз енді қолымызды? Сабынмен. Сабынмен үнемі қолымызды жуып жүреміз, иә балалар? Иә. Балалар, бүгінгі біздің зерттеу сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар. Пока.